Ассалаумағалейкум ағалар, інілер, достар. Және менің видеомды қарайтын апаларымыз бар екен, қарындастарымыз бар екен, әжелеріміз бар екен. Барлықтарыңыз саламатсыздар ма дегім келеді. Міне бүгін неше күннен бері қол тимей осы видеоны түсіріп отырмын. Бұл біздің өткендегі құтқарған құлыншақты қайтадан түсіріп, осы үйіріне қосып сіздерге бір көрсеткім келіп отыр. Көпшіліктің сұрауымен мына арамызда жанашырлық танытып, осы құлынның жазылғаннан кейінгі видеосын сұраған адамдар көп, өте көп деп айтуға болады. Солардың сұрауымен мына видеоны түсіріп отырмын. Қазір үйірді келіп қамап, байталды кейін қарай үйірге қосып, құлынмен бірге салып отыр. Осы құлынның қазіргі жағдайын міне осыдан көрсеңіздер болады. Міне басы шығып тұр. Мырқымбай деп басында айтып едім. Одан біраз адамдар неше түрлі аттар берді. Солардың біреуін қоямыз енді. Құлынның ортада тұр, не көрінбей басы шығып тұр тек қана. Құлынды үйге алып келіп, үйде ұстадық, ектік. Әйтеуір біраз зат істеп, қазір құлын аман қалды. Міне құлын шықты өзі. Қазіргі жағдайы осы құлынның. Еркек құлын екен. Ей, тапаласың. Ей, Мырқымбай. Барлықтарыңызға рахмет, көп-көп. Менің видеомды қарап, қолдап, өздеріңіз тіркеліп, қолдау білдіріп жатқандарыңызға. Міне, сау болыңыздар.